Забур жырлары бірінші тарау. Мынадай адам шынымен бақытты. Ол құдайсыздар кеңесіне бармай, күнәкарлар жолымен де жүрмей, мазақтаушылармен бірге отырмай. Қайта ол жаратқанның тәліміне қуанады, күні түні сол туралы ойланады. Ол су жағасындағы ағашқа ұқсайды, сол мерзімінде жемісін береді, жапырақтары кеуіп те сембейді. Не істесе де ол табысқа жетеді, ал құдайсыздарда солай болмайды. Олар жел ұшырған қабыққа ұқсайды, Құдай сотында ақтала алмайды. Әділдер қауымында орны болмайды. Әділдің қамын жаратқан ойлайды, ал құдайсыздың ізі де қалмайды. Забур екінші тарау. Неге халықтар жатыр бас көтеріп, ұлттар іске аспайтын жоспарлар құрып, жаратқан мен оның қойған патшасына әлемнің патшалары қарсы тұрып, әкімдер кеңесіп жатыр бірігіп. Бізге салған шынжырларын сындырып, ғауларынан құтылайық лақтырып. Көктегі тағында отырған Құдай күледі, солардың ойларын жаратқан келе-келей. Содан ашулана зекіп тіл қатады, қаһар шашып зәрелерін ұшырады. Киелі тауым Сионда мен өзім осы патшамды тағайындаған едім. Паш етейін жаратқанның жарлығын. Рухани ұлымсың, деді ол маған. өзіңді патшалыққа тағайындап, мен бүгінгі күні әке болдым саған. Менен сұра, сонда еліңе сенің халықтарды мәңгілікке беремін. Шар тарапты қол астына өткіземін. Сен жауларда темір таяқпен ұрасың. Лақтырып сындырғандай қыш ыдыстарын талқандап құртасың өз қиқарлықтарын. Енді патшалар ақылға келіңдер, әлемнің билері шындықты түсініңдер. Жаратқан ені терең қастерлеңдер, қуана бой ұрып қызмет етіңдер. Һәм дірілдеп күнеден шошыныңдар, ұлының аяғын сүйіп бағыныңдар. Әйтпесе ол кәрленіп, көздеріңді құртпақ, ашуы лезде жалындай лауламақ. Ал оған сенгендер бақытты болмақ. Забур үшінші тарау. Дәуіттің жыры, ол Дәуіттің өз ұлы Абессаломнан қашып жүрген кезіне арналған. Вайым, жауларым сонша көбейді, көп адам маған қарсы көтерілді. Жұрт, Құдай құтқармайды сол кісіні, деп қатты күйзелтеді жан дүниемді. Ал ем алдымдағы қалқаным сенсің, даңққа бөліп беделімді көтересің. Жаратқанға дауыстап жалынам, ол жауап береді киелі тауынан. Орныма жатып ұйықтаймын бейқам, содан оянып тұрамын қайтадан. Себебі мені қорғайды жаратқан. Мен қорықпаймын, өзіме жан-жақтан қарсы шыққан мыңдаған жауларымнан. Вайым, көтеріліп қарсы тұрсаңшы, о Құдайым, мені құтқарсаңшы.
Sen жағынан ұрып күллі жауларымды, күшінен айырасың сол зұлымдарды. Уа жаратқан, құтқарушымыз сенсің, батаңды төгігір халқыңа өзіңнің. Забур 4-ші тарау. Уа Құдай, мен ақтаушы өзіңсің, сиынғанымда сен құлақ сала көр. Мені қысымшылықтан азат еттің, қазір де рақыммен құлақ түре көр. Әй пенделер, сендер абыройымды қашанғы қорлап төге бермексіңдер. Жақсы көріп құр сөзбен бос істерді, қашанғы өтірікке ермексіңдер. Біліңдер, жаратқан әділді таңдады. Жалбарынсам, ем құлақ асады. Ашуланғанда күнә жасамаңдар, төсекте жатқанда ойланып толғаныңдар. Жүрек түкпірін тексеріп тынығыңдар. Жаратқанға лайықты тарту арнаңдар, оған сенім артып мойын сұныңдар. Кім бізге жақсылық жасар? Деп сұрап күдік келтіреді көптеген кісілер. Уа жаратқан, жылы шыраймен қарап, бет жүзіңнің нұрын бізге төге көр. Молайса нан менен жүзім шырына, саған сенбейтіндер масаттанат. Менің жүрегімді өзің шаттандырдың, соншама зор қуанышқа толтырдың. Уа жаратқан, мен төсегіме жатып ұйықтаймын енді қаннен қаперсіз.